Қош келдік бүгінгі менің арнама, құрметті менің оқырмандарым. Каналыма лайк басып, менімен бірге тіркеліп отырайық. Алдын ала рахмет каналыма тіркелгендеріңіз үшін. Бүгінгі біздің әңгімеміз тапталған тағдыр туралы әңгімемізді жалғастырамыз. Ол болған оқиға желісімен, яғни өмірде болған. Таң атысымен Айнара тысқа шықты. Көңілі алай-дүлей, рауан шапағы оның өмірін нұрға бөлейтіндей көрінді. Күн сайын үмітпен ерте оянатыны да сондықтан. Әйтпесе көңіліне кірбің ұялатып, жанына маза бермей жүрген нендей мұң екенін өзіне басқа ешкім білмейді. Жалынды жас өмірі, мәнсіз күндері де сұрықсыз, сол баяғы бір тірлік. Бүгінгі ұйқысыз түннің кешеден еш айырмасы жоқ. Ол есік алдындағы ағаш сәкіге жаймен жайғасты. Өз-өзімен іштей сырласты. Айналасындағы құстар, үн мен жапырақтың сыбдыры оның ойын бұза алмады. Түндегі мазасыз ойлар көңіл түкпіріндегі әлі сайрап тұр. Үркіту, қорқыту мен зорлық-зомбылыққа еті өлгенше сонша жан баласына да сездіргісі келмеді. Үн жарғысы түсіп, қас қарайғанша далада жүретін. Аула іші тым-тырыс. Айнараның үйге кіргісі келмеді. Іште жатқан өгей әкесіне де ыза кегі басылар емес. Амалы құрыған ол қорқа соқтап үйіне еніп еді. Арақ иісі мүңкіп сала берді. Шашылған бөлмеде теледидар дауысын барына қойған өгей әкесі шалқалап жатыр екен. Айнара қолы дірілдеп айналасындағы заттарды жинай бастады. Әкесі қозғалған сайын өзіне тап беретіндей қатты қорықты. Осы тұста «Ей қыз, бері кел, саған айтарым бар» деп әге екесінің зілденген дауысы шықты. Жаймен жақындап еді, анада болған оқиғаны шешеңе айтатын болсаң, көзіңе көк шыбынды үймелетемін, жетімек, деп желкесінен түйіп жіберді. Көз жанары жасқа толған Айнара қорыққаннан жарайды, айтпаймын, тек қолымды жіберіңіз деп қолын жұлқи тартып жатын бөлмеге кіріп кетті. Артынан «Өй жетімек, өлтіремін мен сені» деген қарлыққан дауысы қатты шықты. Қаны қарайған ағарам ойлы өгей әке қорғансыз қыздың тұп-тұнық таза әлемін бүлдіріп, пәк өміріне қол сұққалы қашан. Айнараның оны ойлауға да дәті бармады. Айнара әкесінен айырылғанда небәрі 6 жаста болатын. Марқұм әкесі әрдайым қызының қабағына қарап еркелететін. Айықпас дертке шалдыққан әкенің өлімі Айнараға ауыр тиді. Соңғы уақытта қалың ойға беріліп, тіпті күймелмейтін жағдайға жетті. Анасы әкесінің жылынан кейін басқа біреумен тұрмыс құрды. Айнара қанша жерден қарсылық білдірсе де, анасы өз таңдауын өзгерткен жоқ. Осыдан кейін Айнара жар қайғысын жұтқан анаға сүйеніш, әкесіз қалған өзіне қорғаныш болар деген үмітке тоқталды. Бірақ бәрі бұл ойлағандай болмады. Өгей әке өгейлігін жасап бұларға сор болды. Кеш болса болды, олардың үйі ауылдың маскүнем еркектерімен жиналатын. Анасы айғаша таңнан қара кешке дейін жұмыста, ал қаршадай Айнараның әр күні ананы күтумен, әкені сағынумен өтуде. Бұрын анасыз көз ілмейтін Айнара бірде өз бөлмесінде алаңсыз ұйқыға кетті. Шамасы есікті іштен ілуді ұмытып қалдырса керек. Бір мезгілде сықырлаған дыбыстан оянып кетті. Көз алдында әлдебір бейнелер елестей бастады. Жаймен қарап еді, елес бейнені өгей әкесіне ұқсатты. Жоқ, мүмкін емес деп іштей күбірленіп жанына келіп денесін сипай бастағанда орнынан ұшып тұрды. Не істеп жүрсіз, шығыңыз деді. Сол еді әке қарулы қолымен қорғансыз қызды бір бүктеп қарсылық білдіргеніне қарамастан арам пиғылын жүзеге асырып бөлмеден шығып кетті. Осы оқиғадан кейін есінен айырылып талып қалған Айнара бөлме ішінде қансырап ес-түссіз жатты. Ойында еш нәрсе жоқ. Айғайша жұмыстан келген бойда көзіне түспеген қызының қайда екенін сұрап еді. Жақтырмаған күйеуі айқайтын, мен қайдан білейін, жүрген шығар бір жерде. Күндіз ақа маған тамақтай берген жоқ. Тіл алмайтын қырсық қызды қайдан туғансың деп жекіріп тастады.
Айғайша қызы жататын бөлмеге беттей берген сол еді, Айнараның ес-түз жатқан күйін көріп шошып кетті. Не болған түсінер алар емес, жалма-жан жедел жәрдем шақырды да ауруханадан бір-ақ шықты. Дәрігерлер анасына Айнараның жағдайына жақсы еместігін және тез арада психологқа қарату керек екендігін айтты. Аурухана дәлізінде әрі-бері сенделіп, ана байғұс бұл жағдайдың қалай болғанын түсіне алмайтын әлек. Ессіз күйеуін кінәлайын десе батылы бармайды. Қызының жанына келіп, бұл қалай болғаны, сені осыншама қорлауға кімнің дәті барды, деп күбірлей берді. Айнараның нәзік қолдарына анасының ыстық жасы тиген сайын бала жүрегі қиналып шарасыз күйге түсті. Басында ол өгей әкесінің арсыз әрекетіне анасына айтып бергісі келіп біраз оқталды. Кейін оның алдағы тағдырына алаңдап, жабулы қазан жабулы күйінде қалған еді. Уақыт деген қолға ұстатпас сынап қой. Осылай өз өксігін өзгеден жасырып жүргенде күндерден күндер өтіп, айлардан айлар асып, жылдардан жылдар зулап жатты. Айғайша екінші күйеуінен егіз қыз босанды. Айнара мектептен келе сала егіз сіңлісіне қайралап жүрді. Бұрынғыдай емес, өкінішті күндердің бәрі артта қалып, шат-шадыман күй кешті. Бірі сабақтан, бірі жұмыстан оралып, кешкілікте дастархан басы емес, емен жарқын әңгімеге толатын. Тағдырына мойымаған Айнара жас күннен жетімдік тауқыметін бір кістен татқасын, қиындық кездескен қатал тағдырына қатты өкінеді. Бірақ өкініштен не пайда? Ол тағдырын талақ етіп, жас өміріне қастандықпен қақпан құрған өгей әкеден мүлдем жиіркеніп кетті. Оңаша қалса, екі көзден аққан жасқа ерік беріп, сағыныш пен өкініштің көз жасын төгіп алғанды ұнатады. Бірде қолына қалам алып, анасына хат жазды. Анашым, әкем тірі кезде біз бақытты отбасы едік. Әкем дүние салғаннан кейін мен сізді тұрмысқа шығуыңызға кедергі бола алмадым. Кішкентайымда ылғи қолдарым көгеріп талып қалып, ауруханаға жиі түстім. Сіз сол кезде менен барлық жайтты сұрадыңыз, мен сіздің бақытыңызды ойладым. Сіздің жолыңызды жапқым келмеді, өйткені сіз өгей әкемнің айтқанын ғана тыңдадыңыз. Тіпті менің сөздеріме мән бермей, сол кісінің ғана дұрыс санадыңыз. Мен енді бой жеттім. Сіз шаң жуытпайтын өгей әкемнің қорлық зорлығы балалық шағымнан жарасы болып жанымда әлі тұр. Ол мені қатты қорқытып соғып қорлайтын. Әрине, сіз жоқта. Мен түн демей, күн демей жылап тысқа шығып, марқұм әке мен әжемнен жәрдем сұрайтынмын. Екі қызы бар, ұмытқан шығар дедім. Жоқ, бәрі мен ойлағандай емес екен. Тіпті ол мені жақсы көретін айтып сандырақтады. Әрине, сізге айтқым келмеп еді. Мұның бәрі болашақта жалғаса берсе, сіз бір отбасы бола алмаймыз. Мен өз жолмен кетемін. Қош, анашым, мен сізді жақсы көремін, деп жазды да анасының жастығының астына қойып кетті. Жұмбақ тағдырын жұдырықтай жүрегіне сыйғызған Айнара кейін анасы мен өгей әкесінен қос бірдей бауырынан саналы түрде алыстап өз жолмен бөлек кетті. Ол қашанда жалған өмірдің сынағына мойымауға әзір тұрды. Сөйтіп жанын жегідей жеп, алаңсыз күлкісін ұрлаған мазасыз ойлардан арылып, жаңа өмірдің даңғыл жолын бастады. Бұл жеткен Айнараның зымыран уақытпен жарысқан арман мақсаты, қуанышы мен өзі ғана түсінетін мөлдір мұңы бар. Ол бақытты күндерінің алыста емес екеніне сенімді болды. Шіліңгір жаз өтіп, қоңыр күзде қылышын сүйреткен қыста артта қалып, күлімдеп көктем туды. Уақыт өте келе Айнара жоғарғы оқу орнын тәмамдап, өзге үйдің босағасын аттады. Өз алдына отау болып шаңырағының түтінін түтетті. Шағын ауылда тұратын Айнара бәріне сыйлы келін. Жар құлағы жастыққа тимей жүретіні де содан. Келген жері оны жетім деп желкесінен итермей бауырларына басты. Айнараның бақытты өмір сүріп жатқан сырттай естіген Айғайша қызына риза болып ішінен тәуба деді. Балалы
Балалығы еске түскенде Айнараның өзі өскен шаңыраққа анда-санда барып мауқын басып қайтатыны бар. Бұл жолы ол ауылға оралып үйіне қарай бет алды. Қара шаңырақтан түтін бұтақтап тұр, тек ол түтіннің иелері басқаша